Мама, мен ертең мектепке барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де, соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазбағаныңды тексермейді. А тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың келмейді. Қой, о не болғаның балам, олай айтпа деген мамасының сөзіне құлақ аспаған Ерлан тез киінді де сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғасын ба, әке шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше, жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал ахуалдары ерекше ойландырып, соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында Ерланның үйі молшылық дегеннің не екенін білмеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді. Әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмелі пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқанына тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқайда шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақтарын жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа джиппен әкеледі. Абайдың қалтасы тиын тебеннен құрғамайды. Осы екі жағдайды салыстырып, Ерлан өмірлерінің айырмашылығының себебін іздейді. 9-ды бітірсем, міндетті түрде жұмысқа тұрамын, колледжге түсемін, ақша тауып, 3 қарындасымды оқытамын, пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргінші ретін жол аяққа таяп қалғанын бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тар ма, әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнде 2-ші сыныпта оқып жүргенде балалардан асық ұтып алып, жинап балаларға сататын. Сөйтіп тиын жинап үйге нан сатып әкелетін. Мамасы айналып толғанып отыратын асыраушым менің деп. Ерлан шын мәнінде есеюге қатты асығуы, тезірек өз қолы өз аузына жетіп, әке шешесін, қарындастарын қиыншылықтан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1-ші қыркүйекте киім, сөмке алатын, қағаз құрал алатын ақшалары жетпей, қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып, дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып, өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу, немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Оның бірден бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғарғы оқуға түсу екенін бала жүрегі қанша сезсе де, қазір білім деңгейінің төмендегі іштей тежей беретін сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезі де жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңілі толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды. Басқа мұғалімдердің білім деңгейлері төмен бе, әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма, әлде Ерланға беймәлім себептері бар ма? Әйтеуір уақыт өтсе болғанын дейтін сияқты. Құлағың салбырап, сабақта тыныш отырсаң болғаны, оңбаға алатының кәміл. Сөйтіп жүріп 9-ші сыныпты да бітірді. Мамасына колледжге түскісі келетінін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балалардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен. Тіпті шәкіртақы да төлейтін көрінеді. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп, іліктірді-ау, әйтеуір. Бұйырса, құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжде оқып жатқанында да біршама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиындай емес. Мектептегіден оңай сияқты көрінеді. Ерлан көп қиналып жүрген жоқ. Өзі құралпы мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой. Азды көпті ақша тауып жүрген, ал оның әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зыр жүгіріп, 3 баласын асырауда. Мейірім, мен кеше балалардан естідім. Той болатын мейрамханаларға біз сияқты балаларға уақытша жұмыс береді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен, оның үстінде түнгі сағат 3-ке дейін жүруің керексің, деді Мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсек қайтеді. Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді.
Ерлан күндегісінше сабақтан келсе, есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр. Баласы келді деп сыбырлады оны көрген адамдар. Жүрегі бірдемені сезгендей қатты соғып кетті. Ойына келгені соңғы кезде шешесінің аурудан кенеттен меңдеп жатып қалғаны. Жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін. Ерлан еңіреп жылап, оң жақта жатқан шешесіне қарай жүгірді. Біреулер ұстап жібермей, жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, енді біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты, абай бол деп сыбырлады. Шынында да жоқшылық қолын байлаған мамасы аптекадан дұрыс дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, түгетпейтін шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындары ма екен? Егер болса, осы уақытқа дейін неге көрмеген оларды? Осылайша Ерлан мамасынан да демде айрылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді. 3 қарындасы жалғыз өзіне қалып қалды. Үлкені 6-шы сыныпта, ортаншысы 2-ші сыныпта, одан кішісі балабақшаға баратын еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған Ерлан қайтсем де оқуымды бітіруім керек. Мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп жігерін қайрап алды. Іздеп жүріп, қосымша жұмыста тауып алды. Бір балабақшаның аумағындағы ағаштарды күнара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың беретін болды. 20 мың оның шәкірт ақысы тағы да бар. Іштей өзіне риза болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп, бір жамағайынның арқасында бала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады, биікте жұмыс жасағанда қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек, қалпағы аралас. Шебердің көз тайып кетсе, қалай болса солай жасауға дайын тұрады. Арттарын түзетіп әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстінде бастықтары келіп түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды тоқтатқан бастығы, қайсысы мынаны жасаған, мен білмей жүр дейсің бе деп ұрысты. Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып, кінәліні ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып жұдырығымен көрсетіп барады екен, ернін тістеп алған қап бәлем тұра тұр дегендей кейіп білдірді. Қыстың бір тұтам күні тез батып, үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде, көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе, сағат 9-дарда жұмысқа келе жатқан қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң, 3-4 сағат ессіз жатқан анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған. Әйтеуір бас сүйегі аман екен дейді дәрігерлер. Есін жинағаннан ойына келгені қарындастары не істеп жүр екен. Әкесі де өзен жаққа кетіп еді, келді ме екен, менің жатып қалғанымды білмей ме екен. Сан сұрақтар сарадай басын сақсадай қылды. Соткасының да батареясы отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалма-жан әкесіне телефон соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім. Қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмір неткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей. Бар болғаны қалыпты бұзып, қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетті. Ұстадым екен деп ойлады. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей, жамбасы жер иіскемейтіні. Қазірлері Ерланның жалақысы жоғарылаған, артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп, жоғарғы оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды. Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкісінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженер лауазымына көтерілді. Қазірлері үйлерін кеңейтіп, жаңа шағын ауданнан пәтер алған еді. Ендігі ой жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды, себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаржы да керек еді.
Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды. Сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үйі көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш-жігері, жинаған тәжірибесі, бала кезінен арманы бәрі осы үйге сыйып кеткенде еді. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазірдері қалада ең үлкен кәсіпкерлердің бірі. Жыл сайын бір мұқтаж жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Ендігі ойы кәсібін кеңейтіп, басқа облыстарда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықты ашып қойды. 4 түлік малды жинап, санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылығы жағында тырбыңдап жүр. Үлкен қарындасы оқуын бітірген, экономист болып қасында жұмыс жасап жүр. Сөйтіп, анасының кішкентай асыраушысы үлкен белді кәсіпкерге айналды. Иә, алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады деген осы.